Сұрақ: адамзаттың атасының аты Адам алейхиссалам, ал жындардың атасының аты жан дейді. Сол қаншалықты рас? Өйткені біз жарымыз екеуміз бір-бірімізге жан деп сөйлейміз. Бұл қаншалықты дұрыс? Бисмиллахир-рахманир-рахим. Деректерге сүйенсек, адамдардың атасы Адам алейхиссалам, ал жындардың атасы Иблис делінген. Иблис Адам атадан бұрын жаратылған. Бұған қатысты имам Табари өзінің тәпсірінде Иблис жындардың атасы десе, хадисші ғалым Әл-Асқалани Иблис барлық жындардың атасы дейді. Жындардың атасы Иблис, ал жындар оның ұрпағы екендігі мына аят каримадан да ұғуға болады. Менен өзге Иблисті және оның ұрпақтарын, олар сендерге дұшпан бола тұра, дос тұтасыңдар ма? Ендеше жындардың атасы Иблис болса, жан деген кім? Жан Иблис шайтанның басқа бір атауы. Көзге көрінбес, жасырын деген ұғымды білдіретін жын сөзінің басқа бір нұсқасы. Шайтан көзге көрінбейтін болғандықтан жан деп те аталған. Өйткені Құранда шайтанның жындар тобына жататындығы ашық білдіріледі. Бұдан бөлек жын сөзінің көпше түрі де жан деп келеді. Сондай-ақ жер бауырлап жүретін жыланға да араб тілінде жан делінеді. Құран аяттарына зер салар болсақ, Иблис шайтанның оттан жаратылғаны анық айтылған. Шайтан: сен мені оттан жараттың, ал адамды топырақтан жараттың деп Адам атаға сәжде жасамай қойғаны бәрімізге мәлім. Енді Құран басқа аятында адам мен шайтанның жаратылысы жайында сөз етіле келе, шынында адамды балшықтың сыңғырлаған құрғағынан жараттық, ал жанды болса бұрын түтінсіз оттан жараттық делінеді. Осы аятта Иблис шайтанды жан деп атап отыр. Табиғин ғалым Хасан аль-Басри аталмыш аяттың тәпсірінде былай деген. Яғни, Алла Иблисті Адам алейхиссаламнан бұрын жаратып, көзге көрінбейтіндігіне қарап, оны жан деп атады. Хасан аль-Басридің бұл сөзін тәпсірші Ибн Касир сахих иснадпен жеткен деп баха береді. Ал жан жындардың атасы делінген руаят жоқ па десеңіз, онда руаят бар. Кейбір руаяттарда сахаба Абдулла ибн Аббастың жан жындардың әкесі дегендігі келтіріледі. Бірақ бұл жерде Иблисті айтып тұрғаны анық байқауға болады. Себебі дәл сол сахабаның басқа бір сөзінде Иблис жындардың әкесі деген руаят та бар. Қорытындылай келе, көпшіл ғалымдардың тұжырымынша жындардың атасы Иблис, ал жан болса оның бір басқа атауы. Оны шайтанның көзге көрінбейтін ерекшелігіне қарай жынға теңеп аятта солай атаған. Ендігі жерде қазақ тіліндегі жаным, жан деген сөздерді айтуға болады. Қазақ тілінде жан сөзі адамның рухын, жанын білдірсе, жаным деп әлде біреуді еміреніп жақсы көргенде қолданамыз. Адамға ең қымбат жаны болғандықтан жақсы көретін адамды солай атап жатамыз. Сондай-ақ жаным дегенді қысқартып жан деп те айтатынымыз бар. Олай да қате емес. Оның жын сөзіне еш қатысы жоқ. Жан сөзін араб ұлтты адамға қатысты айтпа десек, ақылға қонады. Өйткені қазақ тілінен мүлдем хабарсыз, қазақша түсінбейтін бір араб ұлтты адамға жан делінсе, әрине қате түсініп қалуы мүмкін. Ал қазақ тілділерге олай айтудың еш ағаттығы жоқ. Тағын анығы Аллаға мәлім. Каналымызға тіркеліп, лайк басып, комментарий жазып, қазақша контентті қолдап кетулеріңізді сұраймын. Келесі шығарымдарда сіздерді қызықтыратын тағы да сұрақтарға жауап беруге тырысамыз. Сіздерді мазалап жүрген сұрақтарыңыз болса, комментарийға жазып қалдырып кетіңіз. Кейінгі шығарымдарда жауап беруге әрекет жасаймыз.